Сәлем, қуырылған кабачки дайындаймыз. Кабачкиді орташа қалыңдықта турап. Кабачкиді қуырған кезде майы жан-жаққа шашырамас үшін ұнға аунатып алам. Табаға сұйық майды аздап қыздырып, кабачкиді салып қуырамыз. Кәді қызарып піскеннен кейін келесі бетін аударып қуырып аламыз. Қызанақтың түйінін алып тастап, жұқа етіп тураймыз. Брынзаны да жұқа етіп тураймыз. Грек жаңғағын өте майда етіп турап. Қуырылған кабачкиге татымына қарай аз ғана тұз қосып, қуырған кабачкиді, қызанақты, брынзаны бірін-бірін үстіне қоямыз. Аз ғана зәйтүн майын қосып, бетіне үгітілген грек жаңғағын себеміз. Жанұялық асхана каналыма тіркеліп, комментарий жазыңыздар.